Баршаңызға сәлем, сіздермен арайлым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін өте керемет болып шығатын балық икрасынан пирог дайындаймыз. Бізге қажет балықтың икрасы және көк пияз, 3-4 тілім чеснок және де пияз қажет болады. Осының барлығын турап алып, икрамыздың үстінен салып, оның үстінен түрлі дәмдеуіштерімізді, бұрышымызды және де тұзымызды саламыз. Мен қураған укропым бар еді, содан да қостым. Егер сіздерде бұндай болмаса, укроптың приправасын пайдалансаңыздар да болады. Енді осының үстінен жұмыртқа саламыз. 3 жұмыртқа қостым. Жұмыртқа салып, енді біркелкі формаға енгенше жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Мінекей, араластырып болғаннан кейін пешімізді 200 градуста қыздырып қоямыз. Табамызға кішкене май құйып, майымыздың үстінен дайын болған қоспамызды құйып, біркелкі етіп жайып, қазып тұрған пешімізге саламыз. Мінекей, 20-25 минут көлемінде пісіп шықты. Ыстық күйінде бөлшектерге бөліп кесіп қойыңыздар. Суығаннан кейін барып ұсынсаңыздар болады. Мінекей, мен осылай бөлшектерге бөліп қойдым. Менің пирогым суыды. Енді ұсынуға беремін. Мінекей, осындай өте әдемі болып шықты. Дәмі де керемет. Балдар сүйіп жейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте пайдалы пирогтардың бірі.